Бүгін сіздермен өте дәмді королевский торт дайындайтын боламыз. Алдымен жұмыртқамыздың үстіне секерді салып, біздің массамыз 2 есе үлкейіп қоюланғанша миксермен араластырамыз. Қоюланған жұмыртқамыздың үстіне сүт сұйық құйып 1-2 минут аралығында миксерлейміз. Соңында үстіне електен өткізілген ұн разрыхлителімізді салып, біркелкі массы болғанша жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз дайын болды. Дайын болған массамызды теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігіне майдаланған грек жаңғағын, екінші бөлігіне какао, үшінші бөлігіне макты салып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Миксермен араластырудың қажеті жоқ. Дайын болған массаларымызды формамыздың ішіне саламыз. Біз әр бисквитті бөлек-бөлек пісіретін боламыз. Мен 180 градус қызып тұрған пешімізде шамамен 20-25 минут аралығында пісірдім. Менде форма диаметрі 22. Біздің бисквиттеріміз дайын болды. Суытып формасынан шығарамыз. Қаласаңыздар бетін тегістеп кесіп шықсаңыздар болады. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін салқын сливкеміздің үстіне секер, творожный сырды салып, біздің креміміз қоюланғанша миксердің көмегімен араластырамыз. Кремімізді дәл видеода көрсетілгендей етіп тортымызға жағып шығамыз. Қалған кремімізді мешокқа салып, тортымыздың сыртына жағып обтяжка жасаймыз. Кейін кремі сіңу үшін холодильникке 1 түнге немесе морозильникке 2-3 сағатқа салып аламыз. Кремі сіңген тортымыздың жан-жағына майдаланған орехты сеуіп шығамыз. Қаласаңыздар миндальный слайсы немесе вафельный крошка сепсеңіздер де болады. Енді шоколадты ганаш дайындаймыз. Ол үшін шоколадымыздың үстіне сливкемізді құйып микроволновкаға немесе водяной баняға қойып ертіп, тортымыздың бетіне құйып, тегістеп жағамыз.
Біздің королевский тортымыз дайын болды. Біздің тортымыз өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.